Ассалаумағалейкум. Мен атым Еркебұлан болады. Мен интернет-маркетолог саласын таңдап отырмын. Маман кім, қажеттілігі қандай, таңдау критерийі қандай, қандай неменеге байланысты таңдайды, содан кейін барып қандай пайда келтіресің, сол пайданы, қандай пайданы көздейді, болмаса қандай проблемасы шешкісі келеді, соны офер қылып жазамыз. Кеттік, давай. Менің мамамның барлығы олар кәсіпкерлер. Жаңадан бастап жатқан, кәсібін бастап жатқан динозавр кәсіпкерлер. Олардың қажеттілігі оларға клиент жетіспейді. Мысалы, кейбір кәсіпкерлердің өнімі де тауарды жақсы болса, клиент жоқ жоқ болуы мүмкін. Және оның таңдау критерийі ол былай, мысалға, интернет-маркетолог адам ол жұмысына адал болу керек. Ол жаңағы клиентті күнде әкеліп тұру керек. Және табысын 2 есе 3 есе көтеру керек. Тағы қандай таңдау критерийі бар? Мысалы, қазір өтініш, кімде кәсібі бар, бірақ клиент жетіспей жатыр, тұрыңыздаршы орындарыңызда. Кімде кәсібі бар, бірақ клиент жетіспейді, пайдасы азырақ болып тұр. Кәсібі бар адамдар тұрыңдаршы, бәрін кәсібі бар адамдар. Кәсібі бар адамдардың бәрінде проблема, қазір объемды көбейткілерін келеді, бірақ клиент жетіспейді. Солай ма? Атың кім сенің? Еркебұлан. Еркебұлан. Енді міне сенің клиенттерің тұр. Осыларға офер жасайсың. Егер бұл кісілер айтса, мә Еркебұлан, сен айтқан сөзің жүрегіме тиді, телефонды қалдыршы. Бүгіннен бастап сенімен договор жасаймын десе, сенің оферің сәтті шықты. Егер үйтіп айтпаса, сәтті шыққан жоқ. Алдымен сенің мамаларың анықтадың да, мына кісілердің бәрі сенің клиенттерің. Компанияңыздың табысы не өспей бір жерде тығырыққа тіреліп қалды ма? Олай болса, төмендегі сілтемеге кірсеңіз, компанияның өсіру жолындағы талай құпияларымен танысасыз. Енді интернет-маркетологты сендер қалай таңдайсыңдар, қарап отырыңдар. Бірінші таңдау критерийі. Ең бірінші кезекте мен адал адам болуым керекпін. Адалдығына жақсы жарайды, жазып қояйық. Біріншісі айтады адал таңдау критерийі. Так, екіншісі? Екіншісі клиент әкеліп отыру керек. Енді любой интернет-маркетолог саған шашыңды кесіп бермейді ғой. Өз ісінің білікті маман эксперт болу керек. Эксперт болу керек. Және толығымен мойнына алу керек барлығын. Толық жауапкершілік алу керек. Иә. Мүлдем ойланбау керек ол туралы. Мүлдем ұмыту керек. Так, толық жауапкершілікті алу керек. Жоқ, енді мына кісілердің сені таңдау критерийі, сені таңдағанда сені қалай таңдайды? Экспертін істейсің, толық жауапкершілік. Болды ма? Тағы да бірдеңе айтасың ба? Және де мысалға мынандай деңгейге жеткізіп беру керек. Ол жаңағы бір кәсіпке айналысу. Толық жауапкершілік, да, мысалы бір кәсіпкердің конкуренттері болатын болса, солардың тұрақты клиенттерін өз қызығатындай жасап беру керек. Гарантия беру керек, да? Иә, гарантия. Гарантия да, осындай мысалы, қазір сенде айына 50 клиент болатын болса, 100-ге жеткізіп берем деген, да? Иә. Солай ма? Иә. Осының қайсысы бірінші орында, қайсысы екінші орында? Эксперт бірінші орын болу керек. Бірінші орында экспертіңіз, екінші орында? Екінші орында толық жауапкершілік. Екінші орында гарантия. Түрегеп тұрған кәсіпкерлер айтыңыздаршы. Осы ма жоқ, тағы да қосқыларыңыз келе ма бірдеңке? Қалай таңдайсыңдар? Күніне 50 адам шақырып берсін. Жоқ, мына адамдар просто орында тұрып айта беріңдер. Қалай таңдайсыңдар, бір сендерге реклама жасап беретін адамды? Бір аптада 2 есе көтіп. Тағы да нәтижесі уақытына қарай таңдайсыңдар. Нәтиже уақыт, қанша уақытта да, осынша уақытта. Экспертніс деген сөз стажы қанша да? Бұрынғы риза болған клиенттер да, отзыв, риза болған клиенттер, риза болған деген сөз қанша клиентке уже біреу кафель салайын десе айтасың. Қанша үйдің кафелін салдың? Көрсетші маған. Бұрынғы істеген жұмыстарымен кепілді көрсету керек. Тағы қалай таңдайсыңдар? Болды дейік, жақсы да, осы 6 критерий, окей. Енді таңдау критерийін алдық. Енді келтіретін пайдаң, қалай пайда келтіресің? Соны пайданы келтіресің де, давай офер жаз. Оферіңді оқыш. Міне адамдар тұр. Егер офері көңілінен шыққан адамдар айтады, мен Еркебұланның оферін қабылдадым деп. Просто условно, міндетті түрде договор жасау емес, оқи ғой. Бір аптада сатылым санын 2 есе көтеріп беремін. Бір аптада сатылым санын 2 есе көбейтіп беремін. Бұл енді толық емес, өйткені былай просто реклама жіберетін болса, ол кім қандай екенін түсіне алған жоқпыз. Кімнің прям жүрегі лүп ете түсті, менің іздеп жүрген адамым екен ғой деп. Көтеріңіздерші. Ешкім қол көтерген жоқ. Екінші оферіңді оқы. Клиенттер сіздің тауарыңызға кезекке тұратын болады, тек қана сіз іздейтін болады. Клиенттер сіздің тауарға кезекке тұрады, тек қана сіз іздейтін болады. Кәсіпкерлер шынайы, мынау спектакль емес, шынайы өмірде, шынайы бизнес. Біреулеріңіздің прям жүректеріңіз селт етті ма? Селт ете қойған жоқ Еркебұлан. Енді қара, даже мына жерде сен көзбе-көз тұрған адамдардың ішінеге жүрегі селт ете қоймаса, сен әрқайсысын жинап алып бүйтіп реклама жасау мүмкіншілік жоқ. Сен не Инстаграмға, не OLX-қа, не Сату.kz-ке, не Фейсбукқа, не Ютубқа жібересің, солай ғой. Сол жерде көрген адамдар селт ете түсу керек жүрегі. О, мынау маған керек адам екен деп. Тағы қандай офер жасадың? Басқа айтарлықтай жоқ. Айтарлықтай жоқ, да? Енді давайте қазір Еркебұланның оферін дұрыстап жасап берейік, да? Енді сенде қандай тәжірибе бар?
Менде ешқандай тәжірибе жоқ, мен ақындық қабілетім болғандықтан. Тәжірибе жоқ, отзывтар жоқ да? Жоқ. Экспертность пока Жоқ. экспертность жоқ да? Гарантия пока Жоқ. бере алмайсың. Ендеше Еркебұлан бүйтіп, Еркебұлан орнында болсам, мен мынандай офер жасайтын едім да? Қазір тыңдаңыздар да? Мен Еркебұланмын. Тегін 2 аптаның ішінде сіздердің клиенттеріңізді 2 есе өсіріп беруге кепілдік беремін. Тегін сізге жұмыс істеймін. Табысыңыз өссе, ақша төлейсіз, төспесе төлемейсіз. Тегін сізге жұмыс істейді. Интернет-маркетологпен айналысып жүргеніңе уақыт болған, әлі ешқандай уақыт. Енді бастайын деп жатсың да? Енді бастайын деп жатыр. Енді бастайын деп жатқан адамдардың бәріне айтылатын нәрсе, алғашқы қызмет тегін істеледі. Бағана жанына кеп, кеше кеп неме жасап кетті ғой да? Естеріңізде ме? Кеше кеп сіздерге айтып кетті, тегін. Сапаралы сіздерге қазір тегін жұмыс істейді, как тренер ретінде. Алғашқы, соң кейін тегін кейс жинап алғаннан кейін, Сапаралы уже 29 шағымға айтады. 28 шағымда 10 адамды неменеме алған болатынмын, да, өзімнің тренерствома. Солардың, мысалы, 5-еуі миллион теңге тапты, 3-еуі 500 мың теңге тапты, қалған саласын таңдап кетті. Міне отзывтары. Енді мен айына әрқайсынан 30 мың теңге, 50 мың теңге алам. Кім маған жазғысы келеді дегенде, оған наверняка очередь тұрады, сөйтіп, дәлелдей алса. Сондықтан Еркебұлан айтады, 2 апта бойы сізге тегін жұмыс істеп, клиенттердің санын өсіріп беремін 2 аптаның ішінде. Болды, тегін. Маған немен тапсырыс тастаңыздар. Тегін десе, 2 апта сізге жұмыс істейтін болса, ұсынысын қабылдар ма едіңіздер? Әрине қабылдайды Еркебұлан. Әрине қабылдайды. Егер сенде тәжірибе болатын болса, мына айтып отыр да, майдасын, 2 аптаның ішінде клиент нарықтарын зерттеп, клиентін дайындап берем. 50 риза болған клиент бар, маркетолог саласында бәленбай уақыт жұмыс істеп жатырмын. Ең неме ететін мына отзыв. Жақсы, отыра ғой. Айтайын, бірінші клиент, алғашқы 5-10 клиент тегін, даже минусқа болса да істеу керек. Алғашқы мебель, алғашқы жасайтын ремонт, алғашқы қиылатын шаш, алғашқы өткізетін сабақ, бәрі тегін жинап алу керек. Риза болғаннан кейін адамдар, бәрі арам емес, адамдар төлейді. Жаңа Еркебұлан тегін 10 шақты адамға клиент әкеп беретін болса, содан кейін барлық адамның ар-ұяты бар. Любой адам өткеннен кейін, және де сен өте жақсы жұмыс істесең, соң айтады, Еркебұлан, болды, давай, молодец, тағы да. Енді сен міне клиент келді, осынша табыс таптым, берейін, давай келісейік. Сен кетсең, сені қолай бастайды.